Сонымен креатинин деңгейінің төмен болуы нені білдіреді? Сондықтан біз алдымен креатиннің не екенін түсінуіміз керек. Креатин бұл бұлшықетте пайда болатын, содан кейін қанға түсетін зат. Сондықтан сіздің креатинин деңгейіңіз әрдайым бұлшықет массасына тікелей байланысты. Егер креатинин деңгейі төмен болса, мысалы, сіз ер адамсыз, орташа денелі, салмағыңыз шамамен 60 келі делік. Сіздің болжамды креатинин деңгейіңіз шамамен 0,8-ден 1-ге дейін немесе 1-ден төмен болуы керек. Егер ол осыдан төмен болса, яғни сіздің талдауыңыздағы ең төменгі мәннен аз болса, бұл сіздің бұлшықет массасыңыз аз екенін білдіреді. Бұл сіздің ақуызды аз тұтынатыныңызды көрсетеді. Сіздің бұлшықеттеріңіз кішірейіп жатыр, бұл жақсы емес. Ұзақ мерзімде, егер осылай жалғаса берсе, бұлшықет массасыңыз азайып, креатинин деңгейі төмендесе, ағзада қабыну пайда болуы мүмкін. Бұл сіздің жеткілікті тамақтанбайтыныңызды және инфекцияларды оңай жұқтырып алуыңыз мүмкін екенін білдіреді. Яғни, төмен креатинин, төмен бұлшықет массасы деген сөз. Бұл сіздің жеткілікті ақуыз тұтынбайтыныңызды білдіреді. Сондықтан креатинин деңгейіңіз төмен болса, міндетті түрде тексеріліп, бұлшықет массаңызды анықтап, тамақтану тәртібіңізде қай жерде қателік барын қарап, содан кейін тамақтану рационыңызды өзгертуіңіз керек.